бірінші бөлімнің 47-ші сабағын түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп алайық. Және де сұрақтарын туындап жатса комментарийге жаза кетсеңдер болады. Ендеше сабақты бастаймыз. 47-ші сабақтың тақырыбы сұраулы сөйлем. Сөйлем түрлерін анықтауды үйренемін дейді. 42-ші жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Хабарлы сөйлем мен сұраулы сөйлемнің оқылу ырғағын салыстыр дейді. Бізде хабарлы сөйлем дегеніміз жай ғана қарапайым сөйлем, хабарлап тұрады. Ал сұраулы сөйлем дегеніміз ол бір нәрсені сұрау мақсатында қойылған сөйлем екен. Ендеше өлеңді оқимыз. Шегине деген немене, соны білгің келеме. Шамалы, азды, шағынды, бабалар деген шегине. Яғни шегине дегеніміз ол аз, шамалы, шағын деген мағынаны білдіреді екен. Ендеше тапсырманы орындаймыз. Өлеңдегі сұраулық мағынаны білдіріп тұрған сөзді тап дейді. Ол сөз бізде немене деген сөз екен. Келесі қарамен жазылған сөздің жазылуына назар аудар. Яғни ол шегине деген сөз екен. Бірыңғай е деген әріп арқылы, дауысты дыбыс арқылы жасалған екен. Шегине дегеніміз ол аз, кішкентай, шағын деген мағынаны білдіреді екен оқушылар. Келесі бізде ереже бар екен. Сұраулы сөйлем жасайтын ма, ме, ба, бе, па, пе өзінің алдындағы сөзден бөлек жазылады. Яғни сұраулы сөйлемдерде осы ма, ме, ба, бе, па, пе сөздері бөлек жазылады екен. Мысалы, салтанат келді ме, жауын басылып па. Байқасаңдар, екі сөйлемдегі ме, па сөздері бөлек жазылады екен. Келесі 43-ші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Яғни осы сөйлемдерді бірыңғай көшіріп жазамыз. Және де қарамен жазылған сөздерді салыстырып, өзің қорытынды жаса дейді. Кісіге қарап орынсыз күлме. Бұл жердегі сөйлем біздегі хабарлы сөйлем екен. Яғни бізде қарапайым сөйлем. Әжең базардан алма әкелді ме? Яғни бұл жерде сұраулы сөйлем. Әжесінің базардан алма әкелді ме, жоқ па, соны білгісі келіп сұраулы сөйлемге айналдырғаны. Сабақтан кешікпе дейді. Қанат ауылдан келіп пе? Ешқашан өтірік айтушы болма. Қар қалың жауды ма дейді. Яғни бұл жерде қарамен жазылған сөздер күлді ме, әкелді ме, кешікпе, келіп пе, болма, жауды ма. Яғни бұл жерде біз сұраулы сөйлем бе, әлде жай сөйлем бе екен қалай ажыратамыз? Яғни бұл жерде бізде ма, ме, ба, бе, па, пе сөздері қосылып жазылған болса, ол жай сөйлем болады, ал бөлек жазылған болса, ол бізде сұраулы сөйлем болады екен. Келесі 44-ші жаттығу. Ол жаттығуға назар аудармас бұрын ережемен танысып алайық. Сұраулы сөйлемдегі сұраулық мағынаны білдіретін сөз басқа сөздерге қарағанда көтеріңкі дауыспен оқылады дейді. 44-ші жаттығу. Сызба бойынша бірі-бірімен диалог құрастырып жаз дейді. Сәлем Айдын, сен бүгін мектепке барасың ба? Сәлем Жібек, сабаққа барамын. Сабақтан кейін театрға бірге барсақ қалай қарайсың? Барсақ барайық. Театрда жаңа қойылым қойылады екен. Жақсы, онда қойылым біткен соң кітапханадан үй тапсырмасына қажетті кітап таңдайық. Дұрыс айтасың деп, яғни осындай кішігірім диалог құрастырып жазсақ болады екен оқушылар. Келесі 45-ші жаттығу. Берген сөйлемнің сұраулы сөйлем екенін дәлелде дейді. Сен нешінші сыныпта оқисың? Яғни бұл тәжірибе жасауымыз керек. Алдымен сөйлемді бірнеше рет оқып көр. Қай сөз көтеріңкі, екпінді айтылатын анықта. Зерттеу барысында сұраулы сөйлемде сұрау мәні бар сөздің көтеріңкі екпінмен айтылатынына көзіңді жеткіздің дейді. Яғни бұл жерде сөйлемде сұраулы сөйлем екенін білдіріп тұрған нешінші деген сөз бар екен. Яғни осы нешінші деген сөз арқылы біз сұраулы сөйлем жасап отырмыз. Оқушылар, осымен бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Маған қолдау білдіріп, достарымызға жіберіп, каналымызға тіркеліп алайық. Келесі кездескенше сау болыңдар.